Баршаңызға бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы скоринг жүйесі. Скоринг дегеніміз вообще не? Негізі бұл тема менің ең прям ұнайтын темам. Өйткені сіз қаншалықты адамыңыз прям табысы бар болсын, ақшасы көп болсын, прям бүкіл жағынан өтіп тұратын болса, егер де ол осы скоринг жүйесінен өтпей қалатын болса, оған ипотека рәсімделмейді. Сол себепті сіз клиентқа ипотека рәсімделуіне 100% сенімді болу үшін ең бірінші оны осы скоринг жүйесінен өткізіп алуыңыз қажет. Былайша айтқан кезде банк сізге несие рәсімдердің алдында сізді толығымен тексеріп шығады. Скоринг деген былайша айтқан кезде умный робот. Ал ол қалай тексереді? Бұл жерде тек қана сіздің табысыңызды ғана қарап қоймайды, барлық жағынан ақпараттар жиналынады. Мысалы, банкке келдіңіз, номеріңізді бердіңіз, банк менеджері сізден қандайда бір дополнительный анкета запрос сұрауы мүмкін. Соларды толтыру арқылы сіздің данныйыңыз былайша айтқан кезде базаға енгізіледі. Ол автоматты түрде жұмыс жасайтын болады. Сіздің жұмысыңыз, отбасылық жағдайыңыз, табысыңыз, кредиттарыңыз, соның барлығы есептелініп, сізді скорингтан өткізу жүйесі тексеретін болады. Скоринг қалай жұмыс жасайды? Жүйе клиент туралы толық ақпараттарды жинайды. Ол ақпараттарды жан-жақтан, мүмкін ЕГОВтан, НПФ-тан, және де барлық сайттардан, тіпті сіз банктерден кредит алып жүрсеңіз, сол кредит туралы ақпараттарды, мүмкін сіз штраф төлеп жүрсеңіз, сол туралы ақпараттарды, тіпті коммунальный услуги, алимент төлейсіз, төлемейсіз, соның барлығын жүйе тексерілетін болады да, сол арқылы сізге былай кезде балл беріледі. Сол балдың жоғарғы орташа төмен нәтижесіне қарап, ары қарай сізге кредит беру немесе бермеу туралы шешім қабылданатын болады. Скоринг кезінде қандай параметрлар есепке алынады? Кредиттік тарих. Егер клиент осы немесе кез келген басқа банктен қарыз алып, оны толық көлемде өтеп, бірде-бір төлемді кешіктірмесе, ол жоғары балға ие болады. Және де кредиттік нагрузка тексеріледі. Қаншалықты сізде, қай банкте қанша кредитіңіз бар болады. Егер де ол кредитіңіз жоғары болатын болса, онда сізге қарыз өтеуі ықтималдығы, мысалы, былайша айтқан кезде төмен, ол жағында қарастырыңыз. Потом төлем қабілеттілігі. Бұл жерде жүйе ресми түрдегі жалақыны қарайды. Тіпті қосымша табыс ретінде сіздің банковский выпискаларыңызға да сұратуы мүмкін. Жасыңызға. Банктер кредиттерді көбінесе еңбекке қабілетті жастағы адамдарға береді. Ол дегеніміз 25 пен 55 жасындағы адамдарға максимально жоғары балл беріледі. Тіпті зейнеткерлерге де қатысуға болады, бірақ та ол жерде балл бойынша өте төмен балды алады. Сосын жұмыс және еңбек өтілі. Скоринг жүйесі ресми түрде жұмыс істейтін адамдарға көбірек сенімділік артады. Еңбек өтілі өскен сайын кредитті мақұлдау деңгейі де арта түседі. Мүлік. Егер клиенттің пәтері немесе көлігі болса, олар сот даулары туындаған кезде өндіріп алуға жатады. Сол себепті мүліктің болуы банктың ақшаны қайтару кепілділігі. Сол себепті де скоринг жүйесінде бұның артықшылықтары бар. Отбасылық жағдайы. Некеде тұрған адамдар жауапкершілікті сезінеді, және көбінесе бір-бірін қаржылық жағынан қолдайды. Сондықтан үйленген немесе күйеуде мәртебесі кредиттік мақұлдау мүмкіндікті береді. Сіздер банкке барған кезде сіздерде менеджер анкета ретінде сұрап отырады. Сосының барлығы сіздерде тексеріледі. Білімі және мамандық. Табыс. Осы факторларға тікелей тәуекелді болмаса да, кейде скоринг жүйесі оларды есепке алады. Жоғары лауазымға ие және жоғарғы білімі бар адамның кредитті алу мүмкіндігі жоғары болады. Скоринг ұпайды қалай арттыруға болады? Бұл жерде кредиттік тарихыңызды жақсартыңыз. Уақытылы төлеңіз, ешқашанда кешіктірмеңіз. Особенно ипотека рәсімдейтін алдында соңғы айлар өте маңызды. Және де клиентіңізді дайындаңыз. Міндетті түрде клиентті ипотека рәсімдейтін алдында ең бірінші скорингтан өткізіп аламыз. Мен сіздерге қазір көрсетемін оны қалай есептейтінімізді. Сосын ресми табысты көбейтуге тырысыңыз. Официально пенсионный отчисление жүргізетін болсаңыз, ол да бізге өте жоғары балл алуға көмектеседі. Сосын қарыз жүктемесін азайтыңыз. Қолданыстағы кредиттерді жабуға тырысыңыз. Осы орайда айтқым келеді, мысалы, маған жақында бір клиент келді. Ол кісінің официальный табысы 2 миллион теңге. Тіпті сол 2 миллион теңге болған күннің өзінде бізге ипотека рәсімделмейді. Не себепті? Өйткені кредитный нагрузка дейді ғой, 1,5 миллион.
Мысалы, сол үшін де көп адамның қателігі ипотека рәсімдеген кезде табысым осыншама болу керек екен деген қателік. Сіздің қандай суммада нагрузкаңыз бар, соны есептеу керек. Сол үшін де қазіргі қанша кредиті бар, кредитный нагрузка, соны есепке алыңыздар. Сенімді мен мәліметтер беріңіз. Егер де сіз банк менеджерін алдап, мысалы қандай да бір теріс ақпарат беретін болсаңыз, ол уже сіз ол выявляться ететін болса, сізде онда скорингтен өткізбейді, сізге мүлдем ипотека рәсімделмейтін болады. Ал енді скорингтік балдық жүйе қалай құралады? Сіздерге қазір түсіндіріп өтейін. Клиентпен жұмыс жасағаннан кейін міндетті түрде оның барлық несие тарихын, рейтингін толық тексеріп алатын болсыз. Алдағы сабақтарда сіздерде оны ашып көрсетем барлығын. Және де міндетті түрде осы бірінші кредиттік бюро сайтына кіріп, полностью оны скорингтен өтпейтіне дейін тексере аласыз да. Енді қараңыз, бұл жерде төмен жағында қарасаңыздар, міне скоринг тұр. Бұл арқылы сіз, мысалы, справка платная, 300 теңге төлеу арқылы бұның рейтингі қанша болып тұр, қанша балл алып тұрғанын көріп алсаңыз болады. Егер де мысалы нарада менікі 683 балл, демек бұл балмен менде ипотека рәсімдеу ықтималдығы өте жоғары деген сөз. Егер де бұл мынандай қызылда, мысалы, несиелік тарихы бұзылған болса, немесе уақытылы төлемеген болса, бұл справка небәрі 300 теңге ғана тұрады. Осы сайттың өзін дұрыс пайдаланыңыздар. Бұл жерде бұл менің историям. Мысалы, скорингтағы балл 683 балл. Демек, ипотека рәсімдеу ықтималдығы өте жоғары. Дәл осы скорингтік рейтинг өте маңызды. Неғұрлым, мысалы, балл деп айтайықшы, балыңыз неғұрлым төмен болса, сізге ар жағында ипотека несие рәсімделмейді деген сөз. Неғұрлым жоғары болса, сізде ипотека рәсімдеу ықтималдығы өте жоғары. Банктерде определенный балл жоқ, мынаншама балмен қараймын деген. Мысалы, кейбір кездерде банк скоринг системаны ослабить етеді. Төмен балл болған жағдайда да бір өтіп кетеді. Содан кейін определенный лимитті жиналғаннан кейін қайтадан скоринг системаны ужесточить етеді. Сол себепті орташа балмен де кейбір кездерде өтіп кететін мүмкіндік бар. Но неғұрлым сіздің балыңыз, рейтингіңіз жоғары болған сайын, особенно клиенттардың, сол сізге соғұрлым жақсы. Сол үшін де особенно 7-20-25 бағдарламасында осы қатты әсер етеді. Программаға қатысырардың алдында скорингтен өткізіп алыңызшы, балыңыз жоғары бола ма, сіз 100% сол программадан клиентті өткізе аласыз. Сол себепті осы рейтингтен көрген кезде тексеріп алыңыз. Балы жоғары бола ма, мына жасылда бола ма, уже клиенттіңіз өтеді деген сөз. Келесі сабақта жүздескенше, келесі сабақта мен сіздермен кредиттік историяға не маңызды, оны қалай тексереміз, және де оны жақсартуға бола ма, дұрыстауға бола ма, сол туралы толық ақпарат айтатын боламын. Келесі сабақта жүздескенше.